Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Егер біздің видеоларымыз сізге ұнап жатса, бір ғана лайк түймесін басып, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің әкем қабірстанда қарауыл болып жұмыс істейтін еді. Мен де әкемнің ізін қудым. Осылайша мен де қарауыл болдым. Күндердің бір күнінде ғажап бір уақиға болды. Осыдан кейін мен әуелге қарауыл болудан қорқа бастадым. Бұндай жағдай менің әкемде де болмаған. Күндердің күнінде қатты бір шақалақтың жылаған еңіреген даусы 2 күннен бері құлағыма шалынатын. Бірде-бірде естігендей болады, алайда құстың қиқылдағаны ма деп үн салып тыңдадым. Жоқ, құс емес. Әлде бір жануардың дыбысы ма? Жоқ, жануардың дыбысы емес. Мен әстен күндіз күні шақалақтар қойылған гөрдің басына бара бастадым. Күндізі шақалақтар көп қойылған жерге барып қарадым. Қарасам, тау етегінде тұрған әулиеге таудағы түлкілер келіп, балалардың шақалағының әулиесін қазып кеткен екен. Олардың қабірлары ашық жағдайда еді. Бірден кетпенді алдымда оларды жаптым. Жапқаннан соң дуалар оқи бастадым. Осылай сол күні түнде-ақ үйдегі итімізді алып келіп, әулиенің басына түнеттім. Осыдан кейін түлкілер де қайта жолағаны жоқ. Осыған орай, қабірстанның қарауылдары әрдайым сақ болу керек. Бұндай жағдайлар көптен көп кездеседі. Егер осы видеоларымыз сізге ұнап жатса, бір ғана лайк түймесін басып, бізге жазылуды ұмытпаңыздар. Сау саламаттықта жүздескенше.